Баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі видеода табиғи өнімдерден жасалатын конфеттердің рецептісімен бөлісетін боламын. Өте керемет дәмді болып шығады және де жасалу жолы оңай, тез жасалады. Бізге қажетті заттар: финик, курага, черный слива және грек жаңғағын алдым. Кокосовые стружки мен вафельный крошкиді біз әсемдік үшін пайдаланатын боламыз. Біз жаңғақтарымызды жақсылап жуып, кептіріп, 10-15 минутқа духовкаға салып алдық. Жақсылап қуырылып, дәмі өте керемет болып шығады. Біз курагаларымызды, черный слива екеуін жақсылап жуып аламыз. Біздің курагаларымыз кептірілген болғандықтан жуып алған дұрыс. Мен осындай крупный ірісінен және еттісінен алған болатынмын. Сондықтан курагаларымды мен 4 бөлшекке бөліп, осылай кесіп аламын. Черный сливамды да осылай ортасынан бір бөлікке бөліп, кішкене ұсақтайтын боламын. Ұсақтап алған курагамыз бен черный сливамызды біз блендерімізге жайғастыратын боламыз. Бұлардың бәрін біз блендермен езіп алатын боламыз. Біз финиктарымыздың ортасындағы сүйектерінен ажыратып, осылай тазартып алатын боламыз. Жақсылап салқын суда 1-2 қайтара жуып алған дұрыс. Қажетті заттардың бәрін өлшемімен осы видеоның астына жазып қалдыратын боламын. Денсаулыққа өте пайдалы, жасап көруге кеңес етемін. Өте дәмді болып шығады. Осылай блендерімізға жайғастырып алдық. Енді үстінен біз қуырылған жаңғақтарымызды саламыз. Бөлшектеп салсаңыздар да болады. Бәрін жайғастырып салып, блендеріміздің көмегімен енді жақсылап езіп аламыз. Барынша ұсақтап езетін боламыз. Осылайша мінекей бәрін ұсақтап, жақсылап езіп алдық. Енді осы езген массамызды ыдысымызға саламыз. Ыдысымызға салып, біз конфеттеріміздің қазір формасын шығаратын боламыз. Осылай мінекей езіліп шығады, кішкене қолға жабысқақ болып келеді. Қолымызға перчаткамызды киіп, біз осы конфеттеріміздің қазір формасын шығарамыз. Ас үй таразысымен осылай өлшеп алсаңыз болады. Мен әрбір конфетті 30 граммнан өлшейтін боламын. Және де осылай қолымның көмегімен дөңгелетіп, осылай формасын шығарып аламыз. Біздің кокосовый стружкамызға осылай аунатып аламыз. Біздің конфеттеріміз дайын. Ас үй таразысында біркелкі қылып өлшеп алсаңыздар, сіздің конфеттеріңіз бәрі біркелкі болып, өте әдемі болып шығатын болады. Осылай дөңгелетіп алдық қолымыздың көмегімен. Әсемдік үшін осылай кокосовый стружкаға аунатамыз. Кунжутқа аунатсаңыздар да өз қалауларыңыз бойынша. Екінші түрін осылай вафельный крошкаға аунатып алатын боламыз. Бұл да өте дәмді болып шығады және ерекше әдемі көрінеді. Қалған конфеттерімізді де осылай формасын шығарып, біз әсемдеп дайындап алатын боламыз. Дайын болған конфеттерімізді 1-2 сағатқа тоңазытқышқа қойып алсаңыз болады. Өте керемет дәмді болып шығады. Жасап көруге кеңес етемін. Біздің конфеттеріміз мінекей осылай дайын болды. Дайын конфеттерімізді қонақ дастарханымызға әдемілеп ұсыну үшін осындай қағаз капсулаларына салып қоятын боламын. Бұл міндетті емес, бірақ осылай салып қойсаңыздар өте әдемі болып тұрады.
Біздің конфеттеріміз осымен дайын. Денсаулыққа өте пайдалы болып келеді. Миға және де иммунитетті көтеруге өте жақсы көмектеседі. Жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Сүп-сүйкімді конфеттеріміз дайын. Қазір ішін көрсететін боламын. Осылай мінекей, жұп-жұмсақ, іші өте дәмді болып шығады. Астарың дәмді болсын.